Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары. Видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Әлем чемпионы Әлімханұлымен жекпе-жек сұрап отыр. Орта салмақта WBO чемпионы Карлос Адамес осы дивизионда WBO және IBF титулдарын ие Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жекке қатысты пікір білдірді деп хабарлайды. Еске салайық, 5 сәуір Астанада Жәнібек франциялық Мессині жеңіп, титулдарын қорғап қалды. Командама айтқан, егер мен Ширазды жеңсем, Жәнібекпен жекпе-жекке шығамын деп, келесі айқасым нақты. Сонымен өтеді деген ойдамын. Бұл менің арманымдағы жекпе-жек, осы жолы өтеді деген сенімдімін. Әлімханұлы жақсы боксшы, бірақ мені жеңетіндей мықты емес деген ойдамын, дейді Адамес боксинг басылымына берген сұхбатында. Алайда WBO Адаместі өзге қазақстандық боксшы Мерем Нұрсұлтановпен жекпе-жек өткізуге міндеттіліп отыр. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.